Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге таңғы асқа өте дәмді американдық панкейктер дайындайтын боламыз. Ең алдымен құрғақ ыдысқа жылы сүтімізді құйып, жұмыртқа қосып араластырамыз. Тәттілігіне қарай шекер және ерітілген сары майды қосамыз. Үккіден өткен ұнымызды аз мөлшерден қоса отырып жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды міндетті түрде үккіден өткізіп саламыз, сонда сіздің дайындап жатқан массаңызда ұн түйіршіктері болмайды. Қопсытқышты соңында қосып араластырып аламыз. Біздің дайындап жатқан массамыз видеода көрсетілгенде қатты қою немесе қатты сұйық емес, орташа массада болуы қажет. Табамызды алдын ала отта қыздырып аламыз. Табамыздың астын жай отқа қойып, өзімізге қажетті мөлшерде массаларды алып, панкейктерді пісіріп бастаймыз. Панкейктердің піскендігін бетінде пайда болған тесіктер арқылы немесе панкейктің көтерілгендігі арқылы білуімізге болады. Панкейктердің аударылған беті арғы бетіне қарағанда өте тез піседі, сондықтан көп уақыт ұстамаймыз. Менде бұл тестадан шамамен 15-20 шақты панкейктер шықты. Дайын болған панкейктерді өзіңіздің қалауыңызша әсемдеп, дастарханға ұсына берсеңіз болады. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Аружан, Тәтті әлем каналы. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін алғысым шексіз.